Достар, бүгін біз қауіпті тапсырманың екінші бөлімін түсіреміз. Достар, лайк басып каналымызға тіркеліңіздер, біз видеоны бастаймыз. Е-мое десе, мына адам деген осы жаққа келем деп еді ғой. Вообще давай машинамызды біраз дрифт жасап көрейік та. Короче, анадан звондады, вообще мына жаққа кел деп тұр, мен басқа жаққа келіп жарайды, енді серьезный келейік. Вообще ол менің машинам неге ұрлап алды? Соны түсінбедім мен. Қазір сөйлесейінші өзімен нақтылап тұрып, қазір машинаны парковать ете салайын. Брачка, бергеші, қазір сөйлесем нақтылап тұрып. Сен неге менің машинамды алып кетесің, а? Неге мен Супрам қайта тез айтып десе, бычыстың шарым сен? Джонни, әңгіме деген былай, короче. Маған бәқаны алып келмесең, сен басыңды жарам, короче. Ана Супрамен бірге өртеп жіберем. Ол бәқа тыңдап ал. Сити, яғни қаланың орталығында тұр. Ұрлап алып келесің ба, төлеп алып келесің ба, шаруам жоқ. Тез алып кел, әйтпесе Супраңды отқа күйдірем. Сен қалай вообще маған талап қоясың? Тез орында. Әйтпесе басыңды жарып тастаймын Супраңмен. Кетші барармен. Жарайды, енді амал жоқ, Супрашын бұл бәқаны ұрлау керек, қаланың орталығында деді. Негізі бұл бәқа ұрлау қиын. Соны қиын болады шығар. Сондықтан да досыма звондайын, короче. Е-мое деген, вообще досым деген қашан келеді? Әне алдыда тұрған бәқа, қара бәқаны ұрлап кету керек. Әне келе жатыр, короче. Қазір соғылады, братан. Хұрыш, әдемі. Қазір мен ұшып барам, міне. Братан, сен алдында тұр. Міне келе жатырмын, братан. Міне отырдым машинаға. Алға, братан. Давай сен менің үй жағыма бара бер, братан. Окей, Джонни, бара берем ғой. Е-мое. Болды, машинаны ұрлап кетіп бәқаны үй жаққа апарып, брат. Үй жаққа апарайын да анаған өткізіп жіберу керек, Тойота Супрамен. Айрен дегенді алдық қой, бәқаны айтпесе алу деген проблема болды ғой. Достар, бүгінгі видео аяқталды. Каналымызға тіркеліп, лайк басыңыздар. Сіздермен болған Джонни, давай.